Киелі бабалардың асына бұл киелерді алдырғаның қалай болды айқаяға. Бекеңнің мақамеді айқаяқау. Мен де бүгін көрейін айқайға сап. Халықта бір қызыққа қанбайды ма? Екеуміз екі жақтан айқайласақ айқаяға. Қалайша аяқ асты салып кеттің, менің кіріп алғандай вай-вайыма. Тасыған қуаныштың айқайыма, шошыған қорқыныштың айқайыма айқаяға. Киелерді кім шақырған деген сөзің арқамызда аяздай қарымай ма? Шалқарбай шақырды ғой бұнда мені. Шалқарбай мынау сені танымай ма? Шағырай інілерге жұмсақ болған ол жағы әлде сізге дарымай ма? Кешір аға тартқан мен мергендігің, басқа жағын келмей тұр Шағырайға айқаяға. Образға кіріп алып қызды шеркешпін деп шықпаса жарар еді айқаяға. Басқа жерің ұқсамайды деп қояды, бабасын көзбен көрген адам ұсап. Биографияң келмейді деп айтардай. Мен немене шеркешке бөтен бекем. Шеркештердің қандары қызылдағы, менің қаным жасыл боп кетер мекен. Қаным менің жасыл ма деп сұрадың. Сіз соны анықтаңыз ашынғанша. Нұрынан сұры көп қой жүзіңіздің, кім білген жасыл болар, жасыл болса айқаяға. Негізі біздің бекең килдер емес, кәдімгі оқ өтпейтін терминатор. Терминатор адамның қасына келіп, неғып отыр десейші мендей бақыр айқаяға. Енді бір осы елі күткен тартыс тайсы болады деп өзім ішімнен үміттеніп отырмын. Қазір сахнаға осы өнерде де өмірде де қарсыластарына аса көп аяушылық танытпайтын екі ақын шығайын деп отыр. Соның бірі айтыстың арыстаны, Түркістаннан келген қазақ-қырғыз айтысының легендасы, ақтаңгер ақын, мынау Жүрсін ағамыз ат қойған киелер ақын атанған әйгілі Бекарыс Шойбеков шығады сахнаға. Бекарыс Шойбеков, Түркістан облысы. Бүгін осы әйгілі киелер ақын Бекарыс ағамызбен жеребеде жұп болып түскен осал ақын емес, Атырау облысының намысын қорғайтын республикалық айтыстардың жүлдегері, белгілі журналист, талантты ақын Серікбол Панабердиев шығады сахнаға. Ал қос ақынға қошеметтеріңіз болсын, іске сәт. Ал ағайындар, жинақталып бекем болыңыздар, бірі өліп, бірі қалсын дейтін айтыс болады, мынау менің түсінігімше. Ассалаумағалейкум айқаяға, көрерменім. Дәл бүгін дұрыс болмас бөгелгенім. Шеркештерім бір қолдап қойыңыздар, шайырым шапқан екей дегендерім. Тілегің қабыл болар сен өйткені, батыр ең өнегелең өнерледің. Егер батыр болмасаң Шағырайлап қарсы шапқан жауыңды жеңер медің. Айбақты асау тұрлан Жамантайдай, жауыңа қара бұлттай төнер медің. Егер әділ турашыл болмағанда тарихтың төріне енер медің. Қара жігіт асау бидей, туралықтың таңдармен кемел жолын, қайраткерлік жағынан алда тұрар правитель Мақаштайын кемеңгерін. Саналы ұрпақ әлі де жатқа айтады Әбу мен Тайырлардың өлеңдерін. Сағынтай, Асан әлі Меруерттей танымал тұлғалармен беделдедің. Бұның бәрі шеркештің тұлғалары, санаңа сақтап ал жас өрендерім. Кемеңгер көреген болмағанда ат шаптырып, айтысқып бабаңа ас берер медің. Адайдың бір баласы келді алдыңа, түбімді сұра
сұрасаңдар егер менің қараған 12 ата байұлынан шеркешпен түп тамырым терең менің. Байұлының тұңғышы шеркештерге кенжесі адайлардан сәлем дедім айқаяға. Ал енді асықпастан тасынбастан топқа түсіп сөйлейін тосылмастан. Орақпен шағырайдай бабалардың тарихта ізі жатыр ашылмастан. Қадырқұл ауылына аттыр едік, әрқұмы тұнған тарих асылдастан. Атасына ас беріп дүбірлетіп, шеркештер қалай қалсын шашылмастан. Бір атадан тараған ұрпақтардың мерейін қалмайық деп асырмастан. Барлық шеркеш осында жиналуда, шын туыстық пейілін жасырмастан. Өз басым мен сіздерге тәнті болдым, қос баба жатқан жердің тасын басқан. Атасының асында ат шаптырып, бабасының басында басын босқан айқаяға. Аралап жүрмесек де талай жерді, бұл асқа бір келудің орай келді. Ағайын көрдіңіздер дей алмаймын, бүгінгі қарсыласым оңай болды. Шеркештер ас бергелі жатыр деген хабарда естілгелі көп ай болды. Бұл асқа палуандарда жиылыпты, ол жағын түсінеміз жарайды енді. Бұл асқа әншілер де келген екен, әнімен әуелетер маңай денді. Бұл асқа атбегілер келген екен, ағайын аламанды қарай денді. Белгілі ақындар да жиылыпты, жырың мен жыртығыңды жамай денді. Бегарысты келдер деп таныстырды, Шалқарбайдың сөзі де солай болды. Келдер десе келдерге ұқсайды екен, жаныма өте түсі суық ағай келді. Басқалардың келгенін түсінемін, бекемде патроным санай берді. Киелі бабалардың асына бұл келдерді алдырғаның қалай болды айқаяға. Жарарет бір жағына қайқаймасақ, балаң бірақ қадамын байқай басат. Бекеңнің мақамеді айқай ақау, мен де бүгін көрейін айқай қасап. Дүбірге дүбір қосып бір кетейік, шеркештер жатқан жоқ қой жай той жасап. Сізбен де әзілдесіп отырайын, жарасар шат көңілмен той тойласақ. Халықта бір қызыққа қанбайды ма, екеуміз екі жақтан айқайласақ айқаяға. Say-sayına, қай нәрсе де бармай ма жай-жайына. Жаныма келіп отқан қаяқым, бұл бекеңнің салып кеткен айқайына. Құр өнерің асып тұрса бөленесің, онсыз да осы жұрттың пай-пайына. Жоқ әлде айқайлағың кеп отырма, тойып алып жыл ойдың шайпайына. Бұл менің 40 жылғы мақамым ғой,
Мен оны апармап ем, арнамап ем қай тойыңа. Сен өзі қалайша аяқ асты салып кеттің, менің кіріп алғандай вай-вайыма. Тасыған қуаныштың айқайыма, шошыған қорқыныштың айқайыма, айқай-ақы. Қалатын құс қанаты далаң барда, шарқырып қорғамауға шараң бар ма? Тарих бізге сабақ қой, қашаннан ақ тиістіміз, сондықтан алаңдауға. Жер бетінен халықта жоғалады, өткеніне. Жер бетінен қарауда халықта жоғалады, өткеніне құрметі жоғалғанда. Біздің қазақ жоғалады дей алмаймын. Шеттерінен Бахадүр бабам барда. Ботасын аңсағанда аруана да бармаушы мед жангешті қадамдарға. Сондықтан сәлем бердім осындағы атасын аңсап келген адамдарға. Теңізді кешіп өткен аруанадай, жайықты кешіп өткен жарандарға. Жібітіп көңілдерді қалған мұз боп, жатырмыз тарихтағы жолдарды іздеп. Іздемесен ол саған келмейді ғой, біз қазақпыз немесе жоңғармыз деп. Пернебай Дүйсен көкем дөп айтыпты, көп нәрсені жоғалтып алғанбыз деп. Бабамыз жатқан жерде кеше тапқан, ойлаймын өзімізде аңғалымыз деп. Ештеңгеш жақсы дейді атам қазақ, табармыз әлі талай жандар іздеп. Әуелі табу керек шежірені, шемішкедей шағатын шалдар іздеп. Сол кезде тарихыңа оралады қаншама батырлар мен хандар жүздеп. Бұл тойдың ғибраты мол екен ғой, сенемін талай оны толғармыз деп. Бұл күнді де біз талай еске аламыз, Қадырқұлдың төрінде қонғанбыз деп. Абылайдың асына бармасақ та, Шағырайдың асына барғанбыз деп. Кейлер деп таныстырған елге мені, інімнің көргеннен көп көрмегені. Мақтап жып-жылы сөздерімен осылай ағасына жел береді. Кейлердің баламасы мерген болса, Шағырай мен секілді мерген еді. Ақжайыққа орыстар шіркеу салып шоқындырам дегенде көнбеп еді. Мергендігі сол шығар айбалтамен, кіресін бір ағырып бөлген еді. Шағырай осылайша Ақжайықтың мұсылман екендігін мергендікпен дәлелдеп берген еді. Осындай деректердің барын ойла, осындай деректердің барын ойла. Қарайғол бірте-бірте әлі дойға, Кейлерді кім шақырған деген сөзің арқамызда аяздай қарымай ма? Шалқарбай шақырды ғой бұнда мені, Шалқарбай мынау сені танымай ма? Алағайын
Ақындығым бұрыннан белгілі ғой, бергендігім құсаған шағыр айға. Алағайын өздерің айтыңдаршы, осы тойдың салмағын салып ойға. Бекарысты шақырған абыройма, серік болды шақырған абыройма, айқаяға. Әр сөзі не қыласыз алып ойға. Ау бәке әңгімеңнің кәбі қайда. Шалқарбай сізден бұрын бізді білет. Демеңіз мұнау сені танымай ма? Келер деп сөз мергенге теңегенмін. Тіл тигізген жерім жоқ тарыдайда. Бекарысты шақырған абыройма, серік болды шақырған абыройма деп айтылған ағатай әңгімеңіз ініңізді салды ғой қалып ойға. Шағырайға тартқан деп мергендігім өзіңді теңемексің тағы қайда. Шағырай інілерге жұмсақ болған ол жағы әлде сізге дарымай ма? Кешір аға тартқан мен мергендігің басқа жағын келмей тұр Шағырайға айқаяға. Тиектейтін болмайды-ау тілде түге, бос жіберсең жөнелер тым лепіре. Айқайға сізден қорқып салған жоқпын, ол үшін ақталамын. Айқайды сізге қорқып салғаным жоқ, ол жайлы ақ ол үшін ақталамын кімге түге. Жыл ойдың шайпайына тойдың ба тойдың дейсің. Біз жаққа сөйлеген боп бір көпіре. Бекарыстай белгілі болмасам да берігем иманым мен сүннетіме. Сондықтан шеркештердің шайпай емес, тойып тұрмын перзенттік міндетіне. Ас берген салиқалы ұрпақтардың бабасына көрсеткен құрметіне айқаяға. Бас болған қазағыма қасқалары, елме жерме де бас болады. Әу бастан қалыптасқан дәстүріміз, осындай жиын тоймен ас болады. Әй бірақ кейбіреулер ас бергенге ұруға бөліндің деп бас салады. Мен бұны рушылдық деп ойламаймын, бұл ісіңді отырмын қоштағалы. Бүгінде басымызға зауал туып, көрдік қой небір масқараны. Өз тілінде білмейтін дүбәралар, орысша сөйлегенде төс қағады. Елді ойлап басын мүлде ауыртпайтын адамдар биліктесе мастанады. Құлдық сана сезімнен арылмайтын адамдар өз ұлтына қас болады. Тіпті кейбір ағалар кеңес көрген қазақпын деп айтуға жасқанады. Қазақты екінші сорт ел деп жүрген жандарды көрсең көзден жастамады. Қазақ халқы ұрудан құралады, ол және шежіремен расталады. Ұруының тарихы бүлінгенде қазақтың да тарихы ластанады. Осындайда емес пе тегін танып, туыстарын таниды жастар әрі. Ас беруді ас шу деп жүргендер рухани жағынан аш қалады. Сондықтан жүре білсек айып емес, бабалардың жолымен асқаралы. Ұлтыңның ұлылығын ұғынуын, тамырыңды
жағдайлар бар. Қоғамның құлақ салсақ зар үніне. Қоғамда қарап тұрсаң қариялар бар. Тағдырдың төзіп жүрген зәбіріне. Баласы тастап кетіп, зар илетіп, наласын жеткізетін тәңіріне. Әзер күнін көретін әкелер бар, әзірейілгелердей әніміне. Бүйтіп көрген күнімде құрысын деп, тірілей асығатын қабіріне. Айыпқа бұйырмаңдар ағайындар, мұңзардан қосып жатсам сәл үніме. Бабасына ас берген шеркештердің тәнті болып отырмын тәліміне. Әйтпесе бұл қоғамда жандар көп қой, Алланың қарсы келген әміріне. Бабасына ас беру бұлай тұрсын, тірәкенің жетпейтін қадіріне. Айқаяға бұл бекең бұл айтыстың қара кері, ендеше бізге сәл-пәл қара бері. Барған жерін бақтайтын бұл бекеңнің, барған жерін мақтаудан бұлағамыз. Әуелден сорты бөлек маман еді. Шағырайға тартқанмын деп қатырды, келерсің деп айтқанда жаңа мені. Шағырайға сіз қалай ұқсап жүрсіз, осыған көңіліміз алаң еді. Биографияңда келмейді, географияңда толғандырып тұрған ай сода мені. Ай бірақта бұлағам не десе де, келген жердің көңілін табар еді. Образға кіріп алып қызды, шеркешпін деп шықпаса жарар еді. Айқаяға Тартысты мұнау боп тұр табанды сәт. Алансыз жайса дағы ағаң құшақ. Тек қана мергендігің ұқсайды деп баға беріп кеттің ғой, маған бір сәт. Басқа жерің ұқсамайды деп қояды, бабасын көзбен көрген адам құсап. Дей көрме, бұл ел маған бөтен мекен. Кішкене деңгейіңді көтер көкем. Географияң келмейді деп айтардай, бекарыстың отаны екеу мекен. Қазақтың барлық жері менің жерім. Немене бұл төңірек шетел мекен. Биографияң келмейді деп айтардай, мен немене шеркешке бөтен бекем. Шеркештердің қандары қызылдағы, менің қаным жасыл боп кетер мекен. Жақсының жаттығы жоқ деп келетін, бабамның айтқан сөзі бекер мекен. Бабаларым қалдырған ғибратқа серік болдың санасы жетер мекен. Айқаяға үміті ініміздің бір атты ғой, шұбалаң шумақтарын шұбатты ғой. Барған жердің көңілін көтерет деп қарап отпай ағасын сынапты ғой. Ел көңілін көтерсек айып бекен, ақын деген атыма ұятты ғой. Ел көңілін көтерген жақсы емес пе, ондай елдің бағы да тұрақты ғой.
Серкештердің ел жұртын білеміз ғой. Шеттерінен зиялы зиятты ғой. Сондықтан көңіліңді көтерейін. Сондықтан көңілдерін көтерем мен. Тамаша мақсатпенен мұрат тілей, көңіл күйді түсіру жұмыстары өзіңнен артылмайтын сияқты ғой айғаяғы. Аулыңа отырған соң ақыры кеп, азын аулақ айтылған ақылым ет. Серкештердің тойында бір шапсын деп Шалқарбай екеумізді шақырып ет. Сәлден соң шеркеш болып кетер дейсің. Серік бол бізді солай қатырып ет. Ақын деген ортақ қой қай жерге де. Менің інім сондайдан мақұрым ет. Шерінде шаттығында бөлісетін шеркештердің дәлменен жақыны жоқ айғаяғы. Айтыста бас салған жөн бас ұрғанша, шын шайыр шошытпай ма шошынғанша. Көңіл күйді түсіруге шеберсің деп, қайтейік бекең бізге ашуланса. Қайтеді көңіл күйі түспегенде қарсыластың қарымы тосын болса. Ханым менің жасылма деп сұрадың, сіз соны анықтаңыз ашынғанша. Нұрынан сұры көп қой жүзіңіздің, кім білген жасыл болар, жасыл болса айғаяға. Бір әңгіме айтайын келісі бар, тарихи деректерден желісі бар. Шағырай дулығалы батыр болса, орақ би ойлы сөздің кені шығар. Орақ би Шағырайға риза боп, бата берген жөні боп төрісін ар. Сол берген батасының қарап тұрсаң, түбінде зор тағылым жемісі бар. Жақыннан жиған қолың болсын депті, бұл да бір батасының жөні шығар. Қалмалап қалың шеркеш келіп отыр, сол айтқан орақ бидің қолы шығар. Бабасын еске алуға келіп тұрған ұрпақтың ұлағатты жолы шығар. Қалың қолдай қауышса балалары, бабаның батасының себі шығар айқаяға. Демеңіз, кезегіміз келмей жатыр. Демеңіз, бізге көңіл бөлмей жатыр. Бекеңнің өткеніне қарап тұрсам, қазақта аз екен ғой сендей батыр. 20-шы ғасырда айтысқа кеп, жастықтың жалынымен өрлейді ақыр. Мәңгілік алаусынды жалыныңыз 21-ші ғасырда да сөнбей жатыр. Бекеңді бүгінде ешкім жеңбей жатыр, бәйгенің алдын бекең бермей жатыр. Өзімен бірге шыққан ақындардың көбісі озбақ түгіл желмей жатыр. Ескі Қазақстанның ақын еді, жаңа Қазақстанда да көнбей жатыр. Ешкімге ұқсамайтын адам деп бұл, неғып алтын кітапқа енбей жатыр. Осымен қоштасай Қайран бекем, айтыста өжетедің нендей батыл. Негізі біздің бекең келдер емес, кәдімгі оқ өтпейтін термин
терминатор адамның қасына келіп не қып отыр десейші мендей бақыр айқаяға. Енелер ағасына ермей мақыр, содан соң ретімен бермей мақыл. Маған берген бағаңыз 10 өзгерді-ау, бірде киллер ал, бірде терминатор. Ауылында жеңіп ақ кетер еді, терминатор ыңғайға келмей жатыр. Ағасы ыңғайына қайдан келсін, інімнің шаруасы өнбей жатыр. Терминатор түгілі бұл шіркіннің терминдері ретке келмей жатыр. Айғаяға сөйледік азды кемді барынды уақыт. Сәлемін ақындардың қабылдатып, тамаша той жасадың қадыр құлда, жалауын ынтымақтың жалындатып. Бағана ат жаптырдың ана жақта, арғымақтың барлығын арындатып. Арымасын дегендей арғымақтар көгіңнен күн жауыпты сарылдатып. Сен оны бас жақсылыққа балап жатсың, біз бұның деп білейік барын бақыт. Ағайын тойларыңыз тарқамасын, екенін білесің ғой оның жақып. Жүйріктер келіп тұрсын жауындатып, ақындар келіп тұрсын дауылдатып. Айқаяға Ой, бәрекелді. Ал бір қошемет таппай, екі мақтың айқасы осындай болды ағайындар. Ал енді бүгінгі айтыстағы